Ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін көпшіліктің сұранысымен, көпшілікті мезі еткен, қайызғақты кетіруге жақсы көмектесетін керемет табиғи тұнба жасап көрсетемін. Бұл тұнба шаштың түсуін де тоқтатады және де өсуін жиілетеді. Шаштың түптерін нығайтады. Шашты дені сау қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар жаңағы қайызғақпен күресте керемет жұмыс атқарады. Жасалу жолы өте оңай. Құрамы да қарапайым. Бізге қажеттісі корень лопуха, қазақша шоңайна деп аталынады. Кез келген аптекадан табуға болады. Және де барлық үйде кездесетін лавр жапырағы. Лавр жапырағының да шашқа беретін пайдасы өте көп. Жаңа шоңайна да, лавр жапырағы да екеуі де шашқа қажетті витаминдерге, эфир майларына қаныққан. Сондықтан екеуі де шаштың жағдайын жақсартуға жақсы жұмыс атқарады. Шаштың түсуін тоқтатады, жылтыратады және де түптерін нығайтып, қайызғақпен күресте жақсы жұмыс атқарады. Үшінші қосатын дүниеміз ол чайный дерево майы, яғни шай ағашының майын 2 тамшысын қосамыз. Егер бұл май сізде болмайтын болса, жалбыздың майын қосуға болады. Оны да аптекадан аламыз. Енді ыстыққа төзімді ыдысымызға 1 ас қасық шоңайна корень лопуханы қосып, оның үстіне жаңағы лавр жапырақтарын саламыз. Егер лавр жапырағы сізде ірі болатын болса, 5-6 данасы жеткілікті, ал ұсақ болатын болса, 10 данасын қосып, майдалап қосып, оның үстіне қайнап тұрған су құямыз. 200-250 мг су құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып суығанша қалдырамыз. Сосын суығаннан кейін барып, басқа ыдысқа сүзіп аламыз. Сүзіп алған суымызға жаңағы майымыздың 2 ғана тамшысын қосамыз. Менде бірден қосылып, 2-3 тамшы қосылып кетті. Негізгі дозасы 2 тамшы. 2 тамшы майымызды қосып, жақсылап араластырып, шашымыздың түптеріне жағып, целлофанмен орап, сыртынан шашықпен орауға кеңес беремін. Солай 30 минуттай жүреміз. Сосын барып, өзіміздің қолданатын су сабынымызбен шашымызды әдеттегідей жуамыз. Яғни бұл тұнбаны шаш жуғанға дейін қолданамыз. Шаш жуып болғаннан кейін жағып, кейін жумай жүре береміз деген болмайды. Бұны тұнбаны жасағаннан кейін 30 минут қана ұстап, сосын жуып тастаймыз. Аптада 2 рет, 3 рет жасауға болады. Және де курс 1 айды қамтиды. 1 айдан кейін кішкене үзіліс керек. Өзі 1-2-3 рет жасағанның өзінде нәтиже байқалады. Керемет әсер аласыздар. Қайызғақтың кетіп жатқанын байқайсыздар, шаштарыңыздың өсіп жатқанын және де түсуінің азайғанын байқайсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қарапайым жасалынады, бірақ нәтижесі өте керемет. Жасап көріп, комментарияға өздеріңіздің нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Алда тағы да пайдалы ақпараттар болады. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Феруза Мырсаева.